Саламатсыздар ма балалар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, сабақ ұнаса достарыңа жіберуді ұмытпаңыздар. Үшінші параграф, халықаралық Астана әуежайы. Мәтінді түсіндірме жасап оқыңдар. Нұрсұлтан Назарбаев атындағы халықаралық Астана әуежайына қатысты ақпаратты кластер әдісімен талдаңдар. Нұрсұлтан Назарбаев атындағы Астана әуежайы Қазақстандағы халықаралық әуежай. Ол Астана орталығынан 14 км қашықтықта орналасқан. Әуежай өз тарихын 1931 жылдан бері бастайды. Сол жылы бірінші әуе алаңы құрылып, 1948 жылдан бастап ауыр ұшақтарды қабылдай алатын болды. 1956 жылдан бастап әуежай тәулік бойы жұмыс істей бастады. Астана қаласының бас жоспары бойынша 2030 жылға дейін күніне 1200 адам, жылына 7 миллион жолаушыға қызмет көрсететін, жалпы аумағы 1000 шаршы метр тағы бір халықаралық әуежай салынады. Әуежай шамамен қаладан 35 шақырым қашықтықта орналасады. Оның құрылысы Көкшетау тас жолы бойында орналасқан. Аршалы аймағында бой көтереді. Қазіргі әуежай ішкі бағыттармен жұмыс істеуге көшетін болса, жаңа әуежай халықаралық бағыттарға қызмет көрсететін болады. Астана халықаралық әуежайы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың есімімен аталатын болды. Қр үкіметінің 2017 жылғы 20 маусымдағы қаулысы Егемен Қазақстан және Казахстанская правда газеттерінде жарияланды. Астана әуежайының тарихы туралы қандай ақпарат білесіңдер? Әуежай мен вокзалдарға елге еңбегі сіңген тұлғалардың атын беру қай елдердің тарихында бар? Елбасының Астана қаласының өсіп өркендеуіне қосқан үлесі қандай? Енді біз кластер жасайтын болсақ, Нұрсұлтан Назарбаев атындағы халықаралық Астана әуежайы. Ол әуежай Астана орталығынан 14 км қашықтықта орналасқан. 56 жылдан бастап әуежай тәулік бойы жұмыс істей бастаған. Әуежай өз тарихын 1931 жылдан бастады. 1948 жылдан бастап ауыр ұрпақтар қабылдай бастады. Ұшақтар қабылдай бастады. Яғни біз кластер жасадық. Келесі, әуежай өз тарихын 1931 жылдан бері бастайды. Сол жылы бірінші әуе алаңы құрылып, 48 жылдан бастап ауыр ұшақтарды қабылдай алатын болды. 56 жылдан бастап әуежай тәулік бойы жұмыс істей бастады. Бірінші сұрағының жауабы: әуежай өз тарихын 1931 жылдан бері бастайды. Сол жылы бірінші әуе алаңы құрылып, 48 жылдан бастап ауыр ұшақтарды қабылдай алатын болды. 1956 жылдан бастап әуежай тәулік бойы жұмыс істей бастады. Менің ойымша, екінші, әуежай вокзалдарға елге еңбек сіңген тұлғалардың атын беру көптеген елдердің тарихында кездеседі. Мысалы, Парижде Шарль де Голль әуежайы, Нью-Йоркте Кеннеди атындағы, Вашингтонда Рональд Рейган, Стамбулда тағы басқа. Менің ойымша, әуежай вокзалдарға елге еңбек сіңген тұлғалардың атын беру көптеген елдердің. Үшінші, елбасымыз Қазақстан Республикасының астанасы Астана қаласының дамуына баға жетпес үлкен үлес қосты. Осы жылдар ішінде әбішұлы инфрақұрылымды дамытуға, қала тұрғындарының өмір сүру сапасын жақсартуға және қаланың туристік тартымдылығын көп көңіл бөлді. Оның бастамасының арқасында Астанада заманауи қонақ үй кешендері, мейрамханалар, ойын-сауық орталықтары құрылды. Олар қаланы әлемнің түкпір-түкпірінен келген туристер үшін тартымды етті. Бүгінгі сабағымыз термин сөздер, әрбір тілдің сөзі құрамында жалпыға ортақ сөздермен қатар ғылым техниканың, өндіріс пен шаруашылықтың жеке бір саласына ғана тән арнаулы сөздер де болады. Тілдің лексикасында ғылым мен техниканың алуан түрлі саласына қатысты қолданылатын мынандай сөздерді термин сөздер деп атайды. Қазақ тілінде негізінен мынадай ғылыми терминдерді кездестіреді. Математика терминдері: аксиома, синус, радиус, косинус, котангенс. Физика терминдері: вольт, ампер, энергия, амплитуда, оптика, атом. Химия терминдері: катализ, ерітінді, аммиак, озон, бром. География терминдері: материк, циклон, оазис, меридиан. Спорт термині: бокс, зілтемір, акробат, спартак еді. Қоғамдық саяси терминдер: демократия, реформа, кодекс. Әдебиет пен өнер терминдері: театр, сатира, опера. Лингвистика терминдері: лексикография, стилистика, фонема. Медицина терминдері: терапевт, хирургия, диагноз. Биология терминдері: ботаника, микроб, гибрид. Әскери терминдер: команда, офицер, штаб. Бұдан басқа өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының түрлі салаларына қатысты толып жатқан терминдер кездеседі. Бір тілдің шеңберінде қолданылатын терминдерді түгелдей жинақтап жүйелейтін ғылымды терминология деп атайды.
Екінші тапсырма, ережедегі ғылым мен техниканың түрлеріне қарай қатысты өздерінің терминдерді жазыңдар. Яғни термин дегеніміз ол сол кәсіпке байланысты өздерінің жаңағы кәсібіне қарай сөздер болады. Соны біз термин сөздер деп айтады екенбіз. Енді жаттығымызды орындайық. Ғылымға байланысты терминдер: жасуша, ядро, математика, тангенс, антоним, квадрат, куб, синоним, литосфера, есімдік, сын есім, палеолит, неолит. Екінші, техникаға байланысты терминдер: телефон, ноутбук, компьютер, тінтуір, процессор, теледидар, радио, шашып кептіргіш, үтік, машина. Келесі жаттығу: термин сөздерді табыңдар. Астана халықаралық әуежайының ұшу-қону жолағы қайта жаңартылып, жолаушы терминалы қолданысқа берілгеннен кейін 2017 жылы жолаушыларды өткізу мүмкіндігі 3 миллионнан 7 миллионға дейін артады. Жаңа терминалда 25 тіркеу орны жұмыс жасап, 3 конвейер жүк беру қызметін атқарады. Көші-қон мәселесі бойынша 24 жерден ақпарат алуға мүмкіндік туады. Жаңа терминал жылына 4 миллион жолаушыны өткізеді. Астаналық әуежайды одан әрі дамытуда түсу ірі жобалардың қатарына енгізілді. Ол нұрлы жол және 100 нақты қадам бағдарламалары аясында жүзеге асырылады, дейді Аэропорт Манагмент Групп басқарушы компаниясының бас директоры Клод Бадан. Енді осыдан термин сөздерді табамыз. Бұндағы термин сөздер: әуежай, терминал, конвейер, ақпарат, жоба, бағдарлама, компания, директор. Төртінші тапсырма. Оқылым мәтінін негізге ала отырып, болашақтың әуежайы тақырыбында 1 минуттық эссе әдісімен көзқарастарыңды білдіріңдер. Бүгінгі білгеніңнің ең маңыздысы қайсы? Қай сұрақтар сен үшін түсініксіз? Жаттығуды орындайық. Менің ойымша, болашақтың әуежайында жолаушыларға қызметті роботтар көрсетеді, және де оларға тегін тамақтар таратылады. Жолаушы ерте келіп қойған жағдайда ұшу уақытына таянғанша демалыс бөлмесінен қамтамасыз етіледі. Бүгінгі білгенімнің маңыздылары: Нұрсұлтан Назарбаев атындағы Астана әуежайы өз тарихын 31 жылы бастағаны және әртүрлі салада қолданылатын сөздер, терминдер деп аталатыны. Маған ешқандай сұрақ түсініксіз болған жоқ, яғни тақырыпты жеткілікті деңгейде меңгердім. Бесінші тапсырма: қосымша ресурстарды пайдаланып, ұшақтағы жолаушыларға арналған нұсқаулық жазып, термин сөздердің сөйлемдегі қызметін көрсетіңдер. Бірінші, әуе кемесі ұшу, қону және жүргізілген кезде электрондық құралдар мен аспаптарды қолдануға болмайды. Екінші, экипаждың қауіпсіздік талаптарын орындауынан бас тартуға болмайды. Үшінші, белдікті тартып алыңыз. Таблосы жанғанда белдікті тартудан бас тартуға және әуе кемесінің бортында темекі тартуға салынған тыйым салу туралы әуе компаниясының саяси ережесін бұзуға болмайды. Төртінші, қылмыстық іс жасауға болмайды. Басқа да жолаушыларға және экипаж мүшелерінің жұмысына кедергі келтіретін қолайсыз жағдайлар тудыруға болмайды. Әуе компания мүлкін бұзуға және немесе оны әуе кемесі бортында алып шығуға болмайды. Балалар, осымен сабағым аяқталды. Менің сабағым ұнаса достарыңызға жіберіп, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.